Баршаңызға сәлем. Бүгін біз панкейки дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Барлық азық-түлік үй жағдайында температурада болу қажет. Қолжетімді азық-түліктерден жасалады. Бізге ұн, қант, сұйық май, жұмыртқа, тұз және қопсытқыш, сүт. Осы азық-түліктерден жасайтын боламыз. Ал онда іске кірісейік. Жұмыртқаны ағы мен сарысын ажыратып, ақуызын бөлек миксерлеп аламыз. Абай болыңыздар, мұнда сарысы түспеу керек, әйтпесе біздің ақуызымыз көтерілмейді. Тұзымызды қосып, ақырындап миксерлейміз. Бастысы, ақуызымыз көтерілген кезде ыдысымыздан ағып кетпесе болды. Қатты көп миксерлеудің қажеті жоқ. Ал ендігі кезекте жұмыртқаның сарысына қантымызды, сұйық майды, сүтті, барлық ингредиенттерді қосып миксерлеп аламыз. Сүтіміз жылу болу қажет. Барлық ингредиенттерді миксерлеп болған соң, ұнымызды және қопсытқышты қосып, тағы бір мәрте миксерлейміз. Рецебіміздің соңғы кезегі, бұл бізде алдында миксерленген ақуызды массамызға қосу. Төменнен жоғарғы қарай ақырындап қасықпен араластырамыз. Барлығысын бірден қоспаңыздар, әйтпесе массамыз біздің төмендеп кетеді, басылып қалады. Бірнеше кезеңге бөлсеңіздер болады. Барлық массамызды жақсылап араластырамыз. Тестамыз өте қою болып келеді. Майсыз қыздырылған табаға пісіріп шығасыздар. Өкінішке орай пісіру видеолары менде сақталмай қалыпты. Дегенмен де осы рецептпен пісірсеңіздер, керемет панкейк шығады, өте дәмді әрі тез. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Ас болсын, назар аударғандарыңызға рахмет.